Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ғалымжан. Бүгін біз күндегі әдеттегідей қаржылық сауаттылық инвестиция түрлері осы ауқым тақырыптың бәрін бірдей аламыз. Сондықтан бүгін мен өзімнің кешегі эфирге қатысқан бүгінгі біздің қаржылық сауаттылық курсының шәкірттерін шақырдым. Қош келдіңіздер. Уағалейкум ассалам. Қуаныш мырза да, дұрыс па? Қош келдіңіздер. Сонымен өзім таныстырып кетейін, есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Бүгін біз күні бойы жақсы жұмыс болды, өте керемет ағайындар. Біздің айтып отқанымыз, жаңадан келіп жатқан кісілер болып жатса, бұл не жағдай деп жатсаңыздар, қош келдіңіздер. Ол жерде біз қаржылық сауаттылық курсын, бір апталық қаржылық сауаттылық курсын бастап кеттік. Кеше бүгін бастадық, как раз бүгін жақсы сабақтар болып жатқан жағдай бар. Енді керемет, маған өте ұнады, ағайындардың талпынысы, ынтасы өте керемет. Қайырлы кеш Ғалымжан мырза, қайырлы кеш Гауһар ханым, қалай жағдайыңыз, амансыздар? Так, сонымен мен қысқаша айтып кетейін. Бұл жерде как раз арасында болып жатқан жаңағыдай түсінбестіктер бар, оның бәрі жай шешілетін нәрсе, қиын емес. Мен как раз ол сұрақтардың бәрі маған бері қарай шығып жатқан. Асан мырза, ассалаумағалейкум жолсыз, уағалейкум ассалам, уағалейкум ассалам, қалай жағдайыңыз, амансыздар? Міне осыны айтып кетейін. Мен бірінші сабақ бірінші күн өте қатты қиын емес, оңай сабақтар. Ең бастысы ағайындар, бұл жерде мен сіздерге ең үйретпегім ручка, тетрадь, дәптер дейміз қазақша. Сонымен дос болыңыз, үйреніңіз. Ойды, өмірді өзгерту үшін бірінші ойды өзгерту керек. Ал ойды өзгерту үшін ойды саралау керек та, сара ой болу керек. Осознанность дейді орысша айтқанда. Осыны ең бірінші сіз дәптерден бастайсыз. Дәптерге бастаған кезде, мысалы, міндетті жаңа 10 мақсатты жазып жатырмыз, мысалы, 10 қаржылық мақсат, өзіңіздің жеке мақсатыңызды қоссаңыз да болады. Бірақ оның бәрі сіздің ішіңізде қалады. Сіз маған оны отчет жасамайсыз. Осы жерде отчет неше түрлі сұрақ қойып жатыр. Мен жаңағыдай мектептегі мұғалім сияқты давай сабақ 5 қоямын, 2 қоямын дейтін емес бұл жерде ағайындар. Дұрыс түсініңіздер. Сабақты тапсырманы бердім, ар жағында сіздер өздеріңіз орындайсыздар. Өзіңіз үшін орындайсыз. Маған емес ол. Сізге керек. Маған сіздің ақырындап бастағаныңыз керек та. Мына жерде мен оказывается осылай бастайды екен ғой. Ар жағында не бар деп сұраған кезде мен сіздің алдыңыздан шығып жауап тұрғаныңызды дайындап тұрамын да, мысалы. Сондықтан өте жақсы ынта болып жатыр бүгін ықылас. Мен как раз қарап кетіп оқып кететін болсақ, міне Бақытжан мырза кірдіңіз ба? Көрінбейді дейді маған, как раз Қуаныш мырза жазған маған. Так, бүгінгі сабақты орындаған кісілерді айтайын мен. Озаттарды біздің. Рахмет қаржылық сауаттылық курсына қосқаныңызға дейді. Бұл кісі кім? Асан мырза. Міндетті түрде бәріңіз бірдей. Бұл біздің алғашқы шәкіртіміз Асан мырза. Ол өте жақсы жасап жатыр. Міне, так, Бақытжан бар көрдіңіз. Так, Думан мырза Атыраудан жоспар жасалған, плюс деп қойыпты. Керемет. Одан кейін сіздер өзіңіздің чаттарыңызды көріп тұрсаңыздар болады. Мен именно осы үшін 2 телефон алдым да мен ағайындар. Мына телефонда жазам, мына телефонда сізге айтып отырамын да, жақсы. Так, одан кейін қайда болады дейді. Хипатша ханым бар ма Қазалыдан? Хипатша ханым осындасыз ба? Одан кейін Ерлан мырза, Жаппас бауырым менің, жоспарды орындаған, акцияны алған. Керемет, жарайсыз. Одан кейін осы жаңа кіріп отқан Асан мырза, жоспар жасалды, акция алынды деп тұр. Тамаша, керемет. Гүлмира ханым Шымкенттен плюс деп тұр. Жоспарда жасалды, акцияда алынды ғой да Гүлмира ханым. Уағалейкум ассалам, Дума мырза осында. Өте жақсы. Дума мырза, құттықтаймын сізді, өте жақсы жасадыңыз. Одан кейін жаңағы біздің Бақытжан мырза бар Шымкенттен, ол кісі де акция алған көрінеді. Өте тамаша, жарайсыздар. Мына лайк болып отырған қолыңыздан айналды. Гауһар ханым жоспар жасалған, акция плюс қойған. Плюс қойып отырсаңыздар күшті болар еді ағайындар. Жалғыз мен емес, қалған қазақтар да көрсін біз не жасап жатырмыз. Бір жақсы сауап жасалып жатыр, жұмыс жасалып жатыр бұл жерде. Үлкен сауапты жұмыс. Сіздердің көргендеріңіз тек өзіңіз ғана көріп жатсыз. Қалсыңызда қанша адам қалып кетіп жатыр ғой, мысалы. Бүгіннің өзінде 3 адам, 4 адам қосылды, мысалы. Қанша адам қосылды? Ол адамдардың барлығы біреу, мысалы, ол жерде бар жоғын білмеймін, мысалы, как раз менің Қанат деген Құттыбаев ағам, бауырым бар ма жерден? Қазір больницада жатыр, ауырып жатыр, мысалы. Сол кісі бүгін жаңа соңғы адам кірді, сабағын беріп жібердік. Қандай қаржылық сабақ емес, көкем сол қаржылық сабақ, қаржылық сауаттылық курсы бұл жерде. Сәлеметсіз бе? Міне Гауһар ханым жасаған жоспарды, акцияны алған, мысалы, Қуаныш бауырым Оралдан акция плюс деп қойыпты, жарайсыз. Хипатша ханым жоспарды орындаған, жарайсыз. Хипатша ханым өте жақсы. Жасалады деп қойыпты Қуаныш мырза. Жасалды шығар, иә, дұрысында. Өйткені қатты қиын нәрсе емес.
жоспар дәптерде тұра ма дейді Ғипатша ханым. Әрине жоспар дәптерде қалады. Мен сізге тағы бір түсіндіріп кетейін мен. Басы мен сіздерге бағана тікелей эфирде мен сіздерден сұрадым. Сағат 6-ға таман бәріңіз бірдей келесіздер ма, сіздер өздерінің уақыттарын айта ма дегенмін. Оны ешкім үндемеді. Сонымен тікелей эфирде мен как раз өзіміздің күндегі сағат 9-дағы өзіміздің Астана уақытымен қалған аудиториямен бірге отырып бөлісейік дедім. Сіздердің болып жатқан жағдайларыңыз бір жұрттан жасыратын, бір қиналатын, қысылатын нәрсе емес ағайындар. Осыны қазір көріп отырған қанша адам мысалы? Қазір қараймыз, 642 адам қарап отыр мысалы. Қазір 56, иә? Мен дұрыс көріп отырсам 53 адам. 53 адамның ішінде болып жатқан жағдай. Болсам деген жағдай ше. Оны Ғалымжанға ақша төлеп, Каспийіне аударып, ондай нәрсе емес ағайындар. Сіз өзіңіз жасайсыз, мен тек қана көзін көрсетіп отырамын сізге. Ол және көрсеткенде бір қатты қиын нәрсе емес. Народный банктың мобильный приложениесіне кірдіңіз. Давайте осы нәрсені тағы бір тапсырып кетейін. Өйткені сіздер біреуіңіз істедіңіздер, біреуіңіз істемедіңіздер да. Енді қалған адамдар қалай істейміз деген кезде айтып отқанымыз Народный банктың акциясын, бір ғана акциясын алыңыз. Өзіңіздің Народный банктыңыздың счетына не салдыңыз? Бір 2000-3000 теңге салдыңыз. Минимальный ағайындар 200 мың 300 мың сұрап тұрған жоқпын сіздерден. 2000-3000 теңге салдыңыз. Бүгінгі сабақ бірінші сабақ. Бүгін орындамаған кісілер ертең орындасаңыздар болады. Қазір тыңдап отырған кісілер болса, сіздер де кіріп осы нәрсені сабақты әрі қарай орындасаңыздар болады. Ешқандай қиын емес. Өзіңіз үшін жасайсыз. Мен тек қана көрсетіп беремін. Ішінде қазір видеолар бар, қандай тапсырмалар тұр, текстпен жазылған, қатты қиын емес. Рас қой. Енді сонымен өзіңіздің Народный банктың міндетті түрде карточка болу керек ағайындар. Оның ішінде мобильный приложениесін ашсаңыз, ішінде бонусный карта тұрады, онымен сіздер онлайнда покупка жасай алмайсыз. Я менде бар акция Халық банктінде. Өте жақсы Ақбота ханым. Дұрыс па? Ақбота ғой, иә? Жоқ. Нұрсара ма? Мен атыңызды дұрыс оқымасам айып етпеңіз. Нұрсара ханым, жарайсыз. Халық банктен алғаны жақсы. Нұрсәуле, танысқаныма қуаныштымын. Есімім Ғалымжан, Астана қаласынан Нұрсәуле ханым. Осы тек Народный банктен біз бастап жатырмыз. Народный банктен бастап жатырмыз. Ар жағында басқа да банктер барады. Статистика за месяц, за год дейді. Күшті, керемет, қуаныш деген бауырым жақсы айтып жатыр. Қазір біз келеміз оған ағайындар. Мен өзімнің шәкірттерім бір келісіп алайын бірінші. Кім не түсінбей жатқанымен осы ашық жерде сұрақ қоямыз ағайындар. Жарай ма? Статистикасына біз келеміз. Одан кейін міне қазір не именно өзіңіз шотыңыз 2000-3000-ға толтырдыңыз. Народный банктегі шотыңызды, карточный шотыңызды сөйтіп бар инвест шот, именно халық инвест ашасыз, разделді. Биоидентификация бар, бір кісілер өтіп қойған, біреулер өтпеген мысалы. Онда тұрған ештеңе жоқ. Кәдімгі Каспий Голд жасап жатырмыз ғой. Сол сияқты жасаймыз. Қатты қиын емес ол. Болды жаңағы жерде ознакомлен деп галочкаларды қойып шығасыз. Көрдіңіз ғой оны. Көрген кісілер, көрмеген кісілерге айтыңыздаршы. Өйткені жұрттар маған жекеме шығып жатыр. Оны ешқандай қысылатын жоқ. Кәдімгі группада прямой шығып отырсақ болады. Бұл бір. Екінші, соның ішінде өзіңіз инвест шотыңыз бар. Сол инвест шотыңызды толтырасыз. Орысша пополнение. Біздің қазақтарға орысша айтуымыз керек. Пополнение. Сол пополнить деп бассаңыз болды, инвест шотыңыздан 5 комиссия түседі. Жаңағы 2000 теңге ме, 3000 теңге, минимальный 5000 теңге деп тіреп қалмаңыздар ағайындар. Мен общий айтылған нәрсе бұл. Ақша сіздікі, счет сіздікі. Оны қалай жасау керегін білемін. Соған ең бірінші күн Народный банктың бір ғана акциясы. Бір ғана акциясын алыңызшы. Кеше ғана 188 теңге, 40 теңге тен тұрғын, бүгін 190 теңге болып тұр жүр. 1 теңге аржағында 20 тиыма қосып отырмын мысалы. Көрдіңіздер бәріңіз өздер. Менің шәкірттерім как раз көрді оны. Рас қой осы. Рас. Соны басқан кезде, көпейт деп басқан кезде аржағында сізге именно өзіңіздің телефоныңызға жаңа код келеді, SMS код келеді, сол SMS кодпен подтверждайте. Да, осындай болады деп. Сатып алған акцияны қалай бақылаймыз? Өте жақсы сұрақ. Именно осы Народный банктың жаңа инвест разделінің жоғары жағында как раз сумма тұрады, процентаж тұрады. Бүгінгі процент қанша табыс тапты и қанша суммада. Содан көріп отырасыз. Күндегі ақшаңыз күнде көресіз өзіңіздің. И моментально вывод шығаруға болады. Ешқандай проблема жоқ. Өйткені ақша сіздікі ғой. Қазір Народный банктың өзіңіздің карточкаңызда, Каспий банкта қалай неге салдыңыз? Депозитке салдыңыз. Уағалейкум ассалам. Асеке, иә? Атыңыз дұрыс па? Нұрсәуле ханым, жете салдым ба сізге? Сондықтан бір рет алған нәрсеңізді әрі қарай ай сайын көбейте беруіңіз керек бұны. Өзіңіздің жалақыңыздан мен средний айтайыншы міне. 80 мың, 100 мың, 500 мың, миллион деп жатырмыз мысалы. 250 мың жалақы средний зарплата Қазақстан бойынша. Плюс-минус, дұрыс па? Соның 10% 25 мың теңге болады. 25 мың теңгені бір рет өзіңіздің жалақыңыздан, мысалы қазір біреулер жалақысы алып болды, біреулер енді алады, дұрыс па? Соның 25 теңгесін сразу Народный банктың карточкасына аударып жібердіңіз, ішіне түсті. Инвест шотқа аудардыңыз, болды. Ар жағында ақырындап осы акцияларды, кеше мен үшеуін айттым, мысалы Қазақстанның үздік 3 банкі. Народный банк, Каспий банк, ар жағында кім? Одан кейін біздің банк центр кредит. Мен Әбілқайыр Түркістаннан, таныңыз ба? Көкем сол, менің бауырым Әбілқайыр. Қалайсың бауырым? Жағдайың жақсы. Вақтыдан аман есен келдің ба? Үйдесің ба? Елдесің ба сен?
Жақсы жігіт бұл. Әбілқайыр біз былтыр емес, алдыңғы жылдан таныспыз, Әбілқайыр сенімен. Өте жақсы. Сонымен осы келгеннен жақсы. Мен ертең маған хабарласшы Әбілқайыр көкем сол. Жарай ма? Телефонды білесің. Сонымен мына жерде осы акцияларды алып бастаған кісі өзінің ақшасын ақырындап көбейтетін болады. Бұл консервативный инвестиция ағайындар. Консервативный инвестиция бұл ақшаңызды салып қойдыңыз, келіп қойдыңыз. Иә, мысалы, келдім, хорошо, естідім, оқыдым, хорошо. Менің нөмірім 707-222-04-98. Танымаған кісілер болса, тағы да айыстырып кетейін. Есімім Ғалымжан, Астана қаласынан Қызылорда облысының тумасымын. Осында қаржылық курс өтіп жатырмыз. Бұдан басқа біздің де қазір басқа да проекттеріміз бар. Ол проекттердің барлығы средневзвешенный, умеренный деп атаймыз. Әйтпесе жаңағыдай агрессивный инвестиция, соның бәрін бірдей осы уақытта үлгеріп айтуым керек сіздерге. Сондықтан қаржылық курста менде бүгіннің өзінде қазір айтып кетейін. Екі нөмірі менікі, сонда 18-16 шәкірт қатысып отыр как раз. 16 шәкірттің бәрі бірдей сабағын орындаған жоқ. Сонда значит түсінбеген жағдайы бар шығар. Не жағдай түсіну керек? Мен мысалы как раз акцияны бүгін алып бастадым ма? Бір ғана акцияны алып бастаңызшы. Бүгін бірінші ғана акцияны алыңыз. Ертең екіншісін аласыз жұма күні. Сенбі жексенбі рынок жұмыс жасамайды. Бүгін жаңағы қай қаладан? По-моему, Гүлмира ханым болды деймін. Гүлмира ханым 2 мыңға 3 мыңға бірден Народный банктың ба акциясын алған. Тағы бір бауырым как раз 2 банктың центр кредитпен бірден лопес ала салып, ол нәрсе я бармаған, я қайтпаған деп отыр да. Ол запроста тұрады ағайындар. 2 сағат, 3 сағат запроста тұрады. Егер запрос сіздің акцияңыз біреу сатпаса, сіз сата алмайсыз. Сіз автоматта қойып қойдыңыз мысалы. Ол жақтан біреу сатпаса, оны кері қарай ешкім не қылмайды. Ақшаңызды акциямен кері қайтпайды мысалы акциясымен. Ол нәтижесінде қайтадан счетыңызға қайтып келеді. Және ол ертеңгі күні айтып жүрмеңіз, оған Ғалымжанның қатысы жоқ, бұл банктың өзінің ішіндегісі. Перевод жасалды ма, болды, сізде активныйда тұрады, сол активныйда көресіз. Раздел активный деген бар как раз. Сол активныйда көресіз, сіздің акцияңыз 1 сағат, 2 сағат тұрады. Кейде Кегоктікі мысалы, бағана Асан мырза айтып жатыр, Кегоктікі через сутки жасалынған. Орындалған запросы, покупка акции. Сондықтан бұл жерде әр компания әртүрлі да, мысалы, ішінде жақсы қозғалып жатқандардың акциясы жылдамырақ сатылады да, жылдамырақ сатып алынасыз мысалы. Ал ішінде жай қозғалып жатқандар, олар мысалы жаңа біздің именно монополистер, олар ақырындап сатады, ақырындап сатып алады. Ал олар өзі ақырындап өседі ағайындар. Осы жағын түсіндіре алдым ғой да сіздерге. Ол кірген кезде лап етіп қойып бірден бүгін бәрін бірдей алып қалу емес міндетті. Да, бағасы қымбаттап жатыр, бағасы көтеріліп жатыр, күн болса өтіп жатыр, бәрін түсінемін. Бірақ осыған істеген жоқсыз ғой. Істеп қойған кісілер болса, мысалы, жасап қойған жаңағы нені Халық банктың, Центр кредиттің, Каспий банктың акциясын алып қойған кісілер болса, құттықтаймын сіздерді. Қалғандар жетіп алсын, тағы да бір күн уақыт береміз біз. Жақсы ма? Осы жерін түсіндіре алдым ба? Сұрақ жоқ қой, да кеттік онда. Келесі как раз мен бұл жерде сабаққа не бердім дедіңізші бірінші. Бәріңізге бірде таныс болсын, ашық айтылып кететін. Мысалы, как раз 2 видеоны салдым, қалай жасауға болады, бұл роботты акцияны қалай алуға болады, банк Центркредитпен Народный банктың акцияларының алғаны туралы видеоларды мен сіздерге салдым. Жарай ма? Енді мына жерде мен дедлайн уақытын қойдым ағайындар. Сағат 6-ға дейін сіздер тапсырған тапсырманы өзіңіз орындауыңыз керек. Жұмыстың ортасында жүріп 5-10 минут уақыт кетеді. Көп болса. Енді мына ішінде мен как раз текстпен жазған нәрсені оқып берейін өзіме, және ар жағынан түсіндіріп берейін. Я Народныйдың приложениесінде бәрі түсінікті жазылып тұр екен ғой, ақшам бірден түспеуі дейді. Молодец, жақсы Гүлмира ханым. Жақсы мені, жақсы шәкірт. Сұрақ қойған адам өте молодец. Значит, ізденіп жатыр деген кісі. Сонымен текстін оқып берейін сіздерге. Қалған кісілерге де бұл маңызды болады деп ойлаймын, пайдалы. Ертең кешкі 18:00-ге дейін үй тапсырмасы деп жаздым. Мысалы, қаржылық жоспар жасаймыз. 1 жылға, 2 жылға және 5 жылға. Мысалы, мен осы жылда 2 елге саяхат жасаймын, 2 бөлмелі пәтер аламын деп өзіңізге жоспар құрасыз. 1 жылдікі, одан 2 жылға мысалы, қазір машинаңыз бар, или жаңадан көлік алғыңыз келеді, мысалы, машина аламын, оған ауыстырамын деп мысалы, бағасы, маркасы, свет, кодовский бәрі маңызды ағайындар. Оған ешқандай қиын ештеңе жоқ. Сценарий алатын болсаңыз, міндетті түрде автосалонға кіріп, бұл жұмыс қылыңыз өзіңізге. Бұл визуализация ағайындар, бұл еріккен ермек емес. Сіздің мына бірінші өзіңізден бұрын миыңыз сену керек. Мені сендіріп қажет жоқ, мен өзімді білемін өзімді. Сіз өзіңізден бұрын миыңызды сендіру керек. Мен осындай машина аламын, осының қожайынымын деп ше. Сондықтан осы 2 жылдық мақсатқа міндетті түрде машина емес, саяхатты да қосыңыз. Тағы не бар? Адамның қалаған нәрсесін білмейсің. Бәрінің бірдей ішінде өзінің қалаған шаруасы бар. Сондықтан оны бәрін түгел жазуыңыз керек. 5 жылға мысалы, 5 жылға өзің қойдыңыз. Именно осы акцияларды алып, оның ар жағында тағы инвестиция түрлерін, типтерін көбейте отырып, не істейсіз? Ар жағында менің сумма $100,000, $200,000, $250,000, $500,000, $10 миллион деп мен грубо жаздым. Мен өзімнің бағамды өзім білемін, мысалы, өзімнің баратын жерімді білемін. Бұл сізге керек ағайындар.
ол жаңағыдай суммадан қашып қою жоқ. Мен осындай жаңағыдай более реальный болу керек. Ассалаумағалейкум ғалеке, қал жағдайыңыз жақсы ма? Қайрат мырза, уағалейкум ассалам, қалайсыз, жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы, аман есенбісіз? Жақсы. Сіз бізге қатыспадыңыз ғой да? Сәлем бердік аға дейді. Так, бұл кім? Мен көрмей тұрмын кім екенін. Кешіріңіздер, мен бүгін шамалы сырқаттанып қалдым, айып етпеңіздер. Салқын тиді ма, жатып қалдым кәдімгідей. Айып етпеңіздер. Так, сонымен осы 5 жылдықты түсіндірдік қой да? Түсіндіріп айта беріңізші дейді. Сәлем бердім аға. Жақсы түсіндіріп айтайын. Міне 5 жылдыққа өзіңіз қоясыз. 10 миллион қойсаңыз да, 20 миллион қойсаңыз да өзіңіздікі. Ол теңгемен қойсаңыз да, доллармен қойсаңыз да. Сіз соны жазып бастаған кезде күнделік жазасыз және тыңғылықты постоянство керек бұл жерге, тұрақтылық. Соны жазып бастаған кезде бүкіл вселенная жұмыс жасап бастайды сізге. Алла бар екен, ұмытпаңызшы. Сіз өзіңіз кішкентай ғана адамсыз. Біз пендеміз тұрсында. Қолымыздан көп нәрсе келмейді. Бірақ тырыстанып, действительно қимылдауымыз керек. Әрекет керек бізден. Ол әрекет жасау үшін бірінші бізге мақсат керек. Сол мақсат бұл жерде тұр айтқан нәрсеміз. Ал ол үшін именно ойыңыз жөндеген дұрыс. Басында айтып кеттім, ойды сара болған жақсы. Абзал. Ол деген нәрсе қиын нәрсе емес, мысалы, негатив, позитив. Сіз өзіңіз көріп отырсыз күндегі, мысалы, біреуге ашуланып жатсаңыз, уже негатив қосылды деген сөз. Біреу сіз ашуланып жатса, значит негатив қосылды деңіз. Просто блок қойып үйреніңіз соған. Кішкентай ғана. Біреу сізді ренжітіп жатыр ма? Күліп қоя салыңыз, болды. Рахмет айналайын. Бақытты бол деп қайта жазыңыз. Ол жерде бар ғой біздің Қырсық Қазақ деген бір жақсы жігіт. Атын ауыстыру керек оны. Болмайды. Қазақтың затында, асылында, қанымызда біз қырсық емеспіз. Сондықтан Қырсық Қазақ бауырым, сен бақытты бол көкем. Оны сен істеме. Осы қандай дәптерге жазу керек? Бәрібір ме? Бәрібір көкем. Бәрібір. Бақытжан бауырымыз ғой, бәрібір ол. Қандай дәптер, общий тетрадь болса тіпті жақсы. 96 бет бар ғой, соны алып қойдыңыз. Ол тетрадьтың мен нешеуін тауыстым уже ағайындар. Ол жерден келген жоқ. Оны сіз бірінші жазып бастадыңыз ба, 10 мақсат жазасыз. Бірінші мысалы, жаңағы өзіңіздің қаржылық мақсатыңыздағы бар, жеке өміріңіздегі барлық мақсатты қосыңыз. Мен оны қарап отқан жоқпын сізге. Бірақ общий шаблондар айтып отырмын сіздерге. Мен деп бастайсыз, ар жағында рахметіңізге, ризаңызға иншалла деп артында керемет, күшті, супер, ризамын, шүкір Аллаға, машаллах деген сөздерді қосыңыз сөздің соңында. Жақсы ма? Так что общий тетрадь үлкендеу, қалыңдау болса жақсы, өйткені жазатын сіздің әлі ғұмырыңыз бар. Иншаллах, өйткені күнделікті күнде жазу керек бұл нәрсені. Жақсы ма ағайындар? Бүгіннің өзінде мысалы қаншама жаңалық қуып жатыр, мысалы осының ортасында біз неге именно қаржылық сауаттылықта ең бірінші консервативный инвестицияны алып жатырмыз ағайындар? Мен кеше осы жерде бір қарындасыммен спорт еттік, жай ғана еді, мысалы ол кісі білмеген шығар енді, бірақ мысалы депозитте с гарантией 13,4 Народный банкте 15% годовой эффективный ставкасымен Home банк тұр да, мысалы. Онан да сол банктердің акциясын алып қойсаңыз, ең минимальный, мен сіздерге Народный банк ең минимальный алып жатқан табысы 30%-ға дейін беріп жатыр жылдығы. Банктерді 47%-ға дейін. Годовой. Каспий банк 52%-ға дейін табыс беріп жатыр. Бұдан да жоғары табатын жерлер бар, бірақ қасығып керек жоқ та. Кейде проценті аз болса, сенімді ақырындап көтеріледі ол жерде. Сондықтан бұл жерде жүріп жатқан нәрсеміз 5-10 жылға бірақ кету керек қаржылық саясатта. Сіздің жағдайыңызда. Қаржылық сауаттылық туралы түсіндіріп айттым дейді. Айтып жатырмын как раз. Сол қаржылық сауаттылықтың ең алғашқы сабағы бүгін болды. Сіз қатыссаңыз, мысалы, міндетті түрде өзіңіздің бірінші бюджетіңізді қарайсыз. Бюджет еріндейміз, кіріс шығыс. Бұны дұрыстап айту керек қой, хорошо айтамыз оны как раз. Одан кейін 15% Каспий өте керемет. А Каспийдің депозиті как раз депозиттегісі 15%-да, несі оның акциясы 52%-ға дейін көтеріліп жатыр. Енді 15-ке 3 есе көбейтсеңіз 45 болады. Оның 15% жаңағы 3 есе көбейген тек қана акцияның ғана құны, оның іші 3 ай сайын беретін несі бар ғой, дивиденді бар ғой, соны ұмытпаңыз. Ақшасы бастауға бола ма дейді. Көкем, сол ақшасы бастай алмайсыз. Ақша сіз өзіңізге 1000 теңге ақша табыңызшы. Осы именно бауырым, қарындасым менің ше, денсаулық деп жазыппын, сол как раз. Өзіңіз үшін 1000 теңге басыңызшы. 1000 теңге. 1000 теңгеге қазір кешегі 188.40 тиын. Міне айтып жатырмын көксан акцияны. Как раз 188.40 теңге бүгін 190 теңге болды. Менің шәкірттерім көрді оны. Біздің как раз WhatsApp группамызда жазылды ол. 1 теңге бір нәрсе теңін қосып отыр уже. Уже қосып жатыр.
соны акцияны қалай аламыз дейсіз. Мысалы группаға кіріңізші маған 877-222-0498 нөміріне қатысыңыз, әйтпесе прямой менің 777-470-4488 нөміріне сразу жазсаңыз, Билайнға біздің как раз өзіміздің группамызды міне как раз Қанат Құттыбаевтың акциясы деп тұрып как раз жазып отыр. Міне оны айта консервативті инвестиция деген топқа бірақ түсесіз. Консервативті инвестиция. Сол жерде біздің бүгіннің өзінде өз қазағым міне 18 адам отыр. Екеуі менің телефоным, 16 адам отыр. Сіз 17 болып келіңіз мысалы. Мына Каспий акцияны қалай аламыз деген кісіге жауап міне. Рахмет Гауһар ханым, 777-222-0498 менің основной нөмірім. Мен именно осы топқа, осы қаржылық сауаттылық курсына мен өзім Билайн нөмірімді қостым. Міне екінші нөмірім 777-470-4488-ге түссеңіз, именно осыған түсесіз. Міне осы как раз. Да. Сондықтан атым, есімім пәленше, осы қаладамын. Сіздер мен тиктоктан көрдім десеңіз, қаржылық сауаттылық курсы десеңіз болды, мен жанды қосып жіберемін. Сабақ бірінші күн өтіп кетті, бірақ ничего страшного. Бәріңіз жастарсыздар, тез іліп әкетесіздер, қатты қиын нәрсе жоқ. Қалай жасап жатқанын бәрі бірдей ортада, өзіміздің ағайындар ортасында келіп істеп жатыр. Біреу алып жатыр, біреу енді алады, біреу алған жоқ әлі, енді келіп жатқан аға. Дұрыс па? Ғалымжан аға, дұрыс менің телефоным. Рахмет. Көкем сол сұрақ қойып жатыр маған, бесплатно ма деп. Иә, тегін. Міне как раз қалған шәкірттер бәрі жазып жатыр ғой, мен нөмірді жазып жатқан менің шәкірттерім как раз. Бәрі тегін. Бір апта оқисыздар, сенбі-жексенбі демаласыздар. Кеше болды, бүгін болды. Мысалы, ертең жұма болады, Құдай қаласа. Сенбі-жексенбі демаласыз, дүйсенбі күні қайттан бастаймыз. Сенбі-жексенбі күндегі мен тікелей эфирім жүре береді, мен өзімнің основной тағы да сабағым бар мысалы, күнде беретін. Ал мына жерде бесплатно, тегін. Бүгін четверг бір күн болды, ертең жұма 2 күн болады, сосын арандап дүйсенбіден бастап, Құдай қаласа, дүйсенбіден бастап жұмаға дейін 5 күн қатарынан сабақ оқимыз. Оқығанда осы акцияларды аламыз. Ол акцияларды қайдан алып жатырмыз, қалай алып жатқанымыз туралы айтып, долта түсетінбіз. Каспий рассрочкадан алып, Халық банк акциясын, Каспий акциясын алса болады ма? Бақытжан мырза, бүгін сізге осы сұрақты қойдыңыз сіз маған. Әбілқайыр мырза, көрдім, группа қосып жібересіз бе? Жіберемін, Құдай қаласа, тікелей эфирден кейін. Рассрочка, кредит деген нәрсені міне осы қаржылық сауаттылықтан бастап бірінші күн тоқтатайықшы өзімізге. Раз навсегда. Жұма нешеде наличка керек шығар дейді. Жоқ, өзіңіздің Народный банкыңызда аударасыз, Народный банктегі өзіңіздің счетыңызды толтырасыз, аржағында инвестшотқа аударамыз. Оның бар видеосы тұр, ішіне кірсеңіз, сізге кірген кезде жоғары жақ көрінбейді, мен сізге жекеңізге жіберемін. Бүгін как раз жаңа Қанат бауырым кіріп жатыр ғой, сол сияқты жекеңізге жіберемін, аржағында өзің группамен аржағында сабақтарды алып кетесіз. Жарай ма? Наличка керек дегенде айтып отырмын сізге. 1000 теңгеден бастаңызшы. Мен 5000 теңгем, 5000-нің өзі ауыр болып жатыр ағайындарға. 5000 теңге ауыр болып жатыр. Оны мойындайықшы ағайындар. Тура қазір айдың ортасы келмей жатыр мысалы. Каспий акциясы 45 мыңға бір штук дейді. Өте дұрыс қойдыңыз сұрақты. Кеше жаздым мен как раз 45.500 теңге. Бүгінгі курсымен қараған жоқпын. Өтірік айтпаймын сіздерге. Оның долларда курсы бар, оны соны алсаңыз да болады мысалы. Өте жақсы Каспиймен. 3 ай сайын қалай қосыламыз дейді. Мен телефон жазып жібердім. 777-222-0498, әйтпесе 777-470-4488. Неше акция береді дейді. Акция мен бермеймін ағайындар. Мен как раз жоғары астымда менің бауырым жазып жіберді, мен как раз осы нөмірге жазып жіберіңіз. Неше акция береді дейді. 1000 теңгеге міне 180 теңге, 190 теңге бір ғана акциясы Народный банктың. Міне 2 нөмірінде жазылды, мен как раз осы екеуіне жазып жіберіңіз. 190 теңгеге 200 деп санаңызшы, 200 теңгеге бір акциясын аласыз Қазақстан Народный банктың. 1000 теңгеге 5-еуін аласыз. Осыдан бастаңыз ағайын. Бұлдан бай болып кетпейсіз, мен сразу айтамын. Бірақ бұл жерде сізге ең бірінші дағдыны үйрету керек болып жатыр. Бұл жерде самый основасын, әліппесін үйрету керек. Ар жағында сізге көп нәрсе керек жоқ. Біз ол баста өте жаңағыдай оқуды жақсы көреді біріншіден, тез үйренеді, тез қағып алатын халық. Басқа өзбектен де емес, қырғыздан да емес, жақын тұрған өзіміздің Әзербайжан, орыс бәрінен артық осы жер бізде. Тез қағып алады. Бір рет көрсетсем болды. Ар жағында алып кетеді. Сіз Народный банкмен теге сізге әшейін мысал ретінде отырмын. Ол алып баратқан крупный күшті банк акция емес мысалы. Да, действительно, Қазақстанның флагман банковской система Қазақстана өзінің проценті де аз мысалы. Барлығы дұрыс. Қазақ пайсын, дұрыс айтасыз, қазақ пайсын. Соның ең бірінші Народный банктен бастаңызшы деп жатырмын. Ар жағында ертеңгі жұма күні осыны қайттан бастайсыздар, қайттан қайталаймыздар сабақты. Дүйсенбіден бастап ар жағында қалған акцияларды айтамыз сіздерге. Оның да шамаңыз келгенде аласыз ағайындар. Қалған шамасы келесің. Каспий банктың жаңа айтты менің бауырым 45.500 теңге құнын айтып кеттік акциясының. Ал шамаңыз жоқ.
жоқ, ол сізді асылып қалып өлетін жағдай емес қой ол деген. Каспий банк да көтеріліп жатыр, ештеңесі жоқ. Бірінші қазіргі жалақыңызға екінші жалақыңыздың қосып 10% жинап отырсыз ғой жинақтан, содан барып алыңыз мысалы. Бірақ Каспий банкты міндетті түрде алыңыз ағайындар, өте жақсы. Осы қазақ байсин деп істеп жатқан, бұл не деп айтайын сіздерге, сүннет деп айтайын ба, әлде промоушн деп атайын ба, қалай қабылдасаңыз да өзіңіз біліңіз ағайындар. Бұны мен күнделікті айтып жатырмын. Ақыр аяғында бұл кісілерге мен түсінгенім, кәдімгідей қолынан жетектеп тұрып түсіндіру керек екен да бұны. Айтқан нәрсе бір жақсы, жақсы. А бірақ өзін жетектеп тұрып көрсетсең, міне мынадай видеосы бар, мынадай айтып жатсың, өз сияқты басқа адамдарды, мынаны қалай істейді, мынаны қалай істейді деп сұрап жатқан кезде, ана ішінде келеді да бұл. 45-ін алсаң, сонда жылына қанша қосылады? Қосай деген сізге мен айтып жіберейін, тағы да айтайын. 45.500 теңге алсаңыз, былтырғы 23 жылы Каспий банк өзінің жылдық қорытындысы бойынша 52% бітірді. Былтырғы жағдай. Оның алдында да өсіп жатқан акция болды, бірақ 45.500 теңгемен өзінің жылын бітірді. Бір акциясының құны. Бірақ Каспий банктың өзі көтеріліп жатыр, мысалы, қазір данный беремін, түсіп жатыр ағайындар. Как доллар бет, так теңге ойын. Оны арзан күйінде алып қалған жақсы деп атамын сіздерге. Ол әлі көтеріледі. Ол 47-ге 49-ға дейін барған, мысалы ше. $100 ар жақ бер жағында жүріп жатқан нәрсе, кеше мен санадым ғой, мәлімет болды. Мен айттым, просто ашпай ақ қоймын мына жерден. Бірақ бұл жерде Каспий банктың тағы бір артықшылығы бар ағайындар. 3 ай сайын дивиденд береді. 3 ай сайын дивиденд береді. Сіз қаншалықты акция алдыңыз, соншалықты дивиденд аласыздар мысалы. Енді кеше ламтацияда мысалы ол банктың қожайыны мысалы 52%-дан артық алады мысалы. Нар тәуекел деп бастау керек. Өте дұрыс айтасыз. Нар тәуекел деп бастау керек. Бастайтында нар тәуекел дейтінде бір қатты қиын нәрсе емес ағайындар. Өзіңізге өзіңіз айтасыз сол нәрсені қатты. Каспий Профит шығып тұр ғой, айтып жатыр ғой. Сіз қалай қарайсыз дейді. Мен Каспий Профит дегенді білмеймін, бірақ Каспий Профит деп ламтация айтып жатса, ламтацияның оған қатысы жоқ. Түсіндіре алдым ба? Каспий Профиттің ламтацияға қатысы жоқ. Значит, алдап жатыр деген сөз. Каспий банктың өзінің акциясы өзіміздің Қазақстан қор биржасында тегін тұр. Бесплатно тұр. Кірдіңіз Народный банкта, әйтпесе Жусан банкта, әйтпесе Фридомда толтырдыңыз да инвестшотыңызды араңда аласыз да қоясыз. Ешкімнің қатысы жоқ, ешқандай посредник керек жоқ. Мен де даже посредник емеспін бұл жерде. Мен ғалымжан посредник емеспін сізге. Мен Народный банктың, не Каспий банктың, не Центр кредиттің менеджері емеспін ағайындар. Алыңыздар, мынау жақсы өсіп жатыр деп айтатын, ондай посредник емеспін. Тура өзім сияқты қазақпын. Мүмкін патриот шығармын да. Бар болғаны сол. Артық емес одан ақ. Мен сізге жолын көрсетіп отырмын. Мынаны алсаңыздар, ақырындап өседі. Ол түсуі де мүмкін ары қарай, төмен қарай. Ничего страшного. Бұл 5-10 жылға кеткен кезде перспективасында ол міндетті түрде өседі. Міндетті түрде өседі. Ал оны сіз басын бастайықшы. Осы жерде как раз менің өзім аудиториям 35-тен 50-ге дейінгі кісілер. Значит, алды үйленді, баласы бар. Ортасындағы кісілер уже мектеп бітіріп жатыр. Одан кейін кісілер кім? Уже балдар үйленіп, немере сүйіп жатқан кісілер бар. Значит, екі ортасын айтайық сіздерге. Балдар өсіп келе жатыр. Мектеп бітіреді, ол не қылу керек? Университетке оқу керек. Біздің қазақ өзі аш болар, әке-шешесі, бірақ баласын оқытады. Рас қой. Сондықтан баланы оқыту керек. Ол баланың білімі жетсе жақсы оқып ше мысалы. Бюджетке түскен баланы айналасы мысалы. Ал ар жағында болмаса сіз не аласыз, оны платный оқытасыз. Ақысын төлеп оқытасыз ғой. Міне, оған ақша керек. Ол бала жүргеннен кейін, ол болсын, қыз болсын, тұрмысқа шығады, үйленеді. Оған үй керек па? Керек. Тойын жасайсыз, қарызданып тұр кредитке. Біз қанша айтып жатырмыз осыны, тойға өйтіп шашылмаңыздар, ысырап болады деп, бірақ оны тыңдап жатқан қазақ жоқ. Өйткені балам бір-ақ рет үйленеді, Құдай қаласа бәрі жақсы болады ғой дейміз. Ал ол балдар екі жасы кірге қосылған кезде тыраштанып, құрдастарымыздан қалмайық, замандастарымыздан қалмайық деп, олардың өзі кредит кіреді да, өмірін кредиттен бастайды. Рас қой. Неге олай істейміз ағайындар? Онан да қазіргі өзіңіз алып жатсыз мысалы. Жаңағы атыңызды айтайыншы мысалы. Кім бар мысалы? Марат деп айтайын ба, Нұрлан дейін ба, Әбілқайыр дейін ба, атыңызды атайын ба? Өзіңіз алдыңыз ба? Бір рет Народный банктан тура сол сияқты атын атап тұрып, әр балаңызға қойыңызшы мысалы. Каспий Профит алаяқтар шыққан, олар ақша 45 мыңды сұрады, бастау үшін ақша жоқ десе кредит дейді. Көрдіңіз ба? Мен айтып отырмын сіздерге. Сондықтан ешқандай Каспий Профиттің керегі жоқ. Өзіңіз кірдіңіз, Народный банкыңыз пополнение жасадыңыз, инвестшотыңызды ар жағында Каспий банктың акциясы 45.500 теңгеден толып тұр.
аласыз, қоясыз. Ешкімнің қажеті жоқ сізге. Қалай алу керек? Мысалы, группадағы 16 адам біледі қазір уже. Бір-бірінен сұрап кіріп жатыр. Мен видеосын жіберіп жатырмын. Түсінбесеңіздер, ешнәрсе жоқ. Күні бойы мен ауырсам да, бірақ жауап беріп жатырмын бәріңізге бірдей. Көрдіңіздер ме группада мысалы? Так, арыз кредит алып береміз дейді Каспийден. Тағы да айтайын сіздерге. Кредитке жоламаймыз ағайындар. Осыған дейін кредитпен байып кетсек, байыр едік. Одан кейін кредитке жоламаңыздар. Мүмкін болса кредиттен құтылыңыздар. Ең қымбаты бірінші, одан кейін арзандарын. Каспийдің 3 ай береді депозитін бір акцияға. Иә, 3 ай сайын, мен дұрыс айтасыз, Каспий 3 ай сайын дивиденд беріп отыр. И неше жыл бойы. Бір жылға 4 рет аласыз. Оның акциясы көтерілген бір, оның ішінде 4 жыл. Бұл біздің қазақтар емес, мен кеше де айттым, тағы да айтамын. Арабтар алып жатыр біздің Каспий банктың акциясын. Ол жалғыз біздің Қазақстанда емес қой. Ол лондонский университет ашылып жатыр. Кешегі LinkedIn шулаған, LinkedIn желі бар мысалы профессионалдардың. Насдақта именно арабтар алып жатыр мысалы. Дүние жүзінде ашық тұрған нәрсе ғой деген. Жекеңіз жазасың, группаға қосасыз ба дейді. Жақсы, Құдай қаласа. Мен көріп отырмын как раз. Как телеэфирден кейін міне как раз Билайн неге жазамын да қосамын группаға. Міне біздің топқа жаңадан кісі келіп жатыр міне. Так, сіз қай жақтансыз аға дейді. Менің есімім Ғалымжан, Қызылорда облысынамын, қазір Астана қаласында тұрамын. Қаласындағы. Гүлмира ханым көрді. Хорошо. Гүлмира ханым как раз бүгінгі жағдайы болған, как раз банкке сылаған, толтырған, блокта бар, басқа да бар. Ешнәрсе жоқ. Егер Народный банк, Гүлмира ханым сізге айтып жатырмын, как раз Народный банктан сізде жаңағы карточкаңыз блокта тұрса, пожалуйста, Жусан банктан ашыңыз. Жусан банктан ашыңыз. Мен кеше ғана осы жердегі Лейбергте біздің Мәңгілік елдің бойында как раз біздің Freedom Finance бар. Freedom Finance сіздің кредиттің историяңызға қарамай сізге карточка ашады. Түсіндіре алдым ба? Freedom банкты онлайн үйде отырасыз, кәдімгі телефонда онлайн дейсіз де, бірден как раз Freedom банктен аласыз, ашасыз Freedom банкты. Сөйтсе заказат онлайн десеңіз, үйіңізге әкеліп береді. Кешіріңіздер. Бүгін сырқаттан болмай отырмын болған ағайындар. Ренжімеңіздер. Салқын тигізіп алдым деймін. Жатып қалдым кәдімгідей. Так, сондықтан бұл Freedom банктен алып алсаңыз, оның ар жағында Құдай қаласа, Аллах бұйырса, сізге оның несі келеді? Карточкасы келеді, карточкасымен мобильный приложение ашып аласыз. Тура осы Народный банктың, тура осы Жусан банктың ішінде тұрған акциялардың бәрі сол Freedomда тұр. Проблема жоқ. Білем, түсінем, біреудің Каспий блокировать етті, біреудің Народный банкты блокировать етті. Freedomнан ашыңыз. Сәлеметсіз, бүгін сабақ болды ма? Жұмыс кешкі сағат 8-ге дейін дейді. Сабақты мен кеше беріп қойғам. Мен оны қайталадым, әрқайсысы бөлек-бөлек қылып. Етші бауыр дейді. Рахмет көкем. Рахмет. Қазір ыстық сорпа ішемін осыдан кейін. Жаңағыны жедім тамақты, бірақ ұстатпай жатыр мен. Алмай жатыр уже, бар ғой? Мүмкін емес. Так, қаржылық сауаттылық курсынан әрі қарай сұрақ бар ма? Каспий банкты айттым, Народный банкты айттым, мен өйткені әрі қарай жүру керек менде. Бүгін одан да басқа сабақтар бар ма мен? Народыйда онша түсінбеймін. Каспий приложение бар ма? Каспийдің приложениесінде жоқ бұл. Қарындас. Қалай сатып аламыз дегенге, мен қазір ғана айттым, біздің топқа қосыласыз. Қаржылық курсы бір апта өтеді. Бүгін бірінші күні, кешеден басталған кісілер бар бізде. Бүгін бірінші күнде бастайық, четверг, келесі аптаның жұмасына дейін бізде бір апта болады. Жеке қабылдаймыз дейді. Жеке қабылдамаймыз ағайындар, бұл бесплатный нәрсе, тегін деп айтып отырмын ғой. Мен телефонымды жаздым, 777 444 88. Каспийдің бір акциясы қанша дивиденд беріп жатыр? Сабақ қанша? Сабақ тегін. Мен қайталай беремін ағайындар. Сабақ тегін. Біздің қазақ уже тегін деген нәрсе сенбейтін жағдайға келгенде уже. Айналып қана кетейін, бәрің бірдей табысты бол. Қалай қосыламыз? Ана жоғарыда тұрған телефон, Ғалымжан аға деп тұрған телефон, сол менікі. Қайда болады? Онлайнда болады. WhatsAppта жазып қойдық, сол WhatsAppта қазір болады. Күнделікті сабағыңызды. Жақсы ғой тегін болса? Әрине жақсы. Бір апта оқып, сізге бірінші басынан бастап айтайықшы ағайындар. Бірінші не? Өзіңіздің сізге дағдыны үйрету керек. Үйретіп әдет. Орысша айтайыншы, привычка. Дағды деген әдемі сөз, қазақтың сөзі. Сол дағдыны қалыптастыру керек. Өзіңіздің жалақыңыз, мен давай средний 80-100 емес, мына жағы миллион емес, 250 мың деп қойдым. Қазақстан бойынша средний зарплата. Келсеңіздер соған. Мен спорт керек жоқ, 80-іңкі менге 50 мың деп айтпай ақ қойыңыздаршы. 250 мен средний деп айтып отырмын ағайындар. Сол 250 мыңға, рахмет подаркаңызға, 250 мыңғаның алған жалақыңыздың ай сайын алып жатсың бір күні 5 ма, 10 ма, 15 ма, соның 10% жоқ деп есептеңіз. Мен 225 мың жалақы аламын деп санаңызда, 25 мыңызды өзіңіздің Народный банктың мобильный приложениесіне аударып жіберіңіз. Бар болған сол.
Менде зарплата 150. Айтып тұрмын ғой туысқан. Мен 250 средний айтып отырмын. Значит, 150 мың ба, 15 мың жоқ деп есептеңіз. Сіз 135 мың жалақы аласыз. 15 мыңыз сіздің болашағыңыз үшін алға кетеді ол. Өйткені қазір 150 мыңды аласыз, полный унитазға кетеді. Тамақ ішесіз, сіздің қыдыратын жеріңіз бар, әртүрлі кредит бар, толып тұрған, мысалы 50%-тен артық. Дұрыс емес ол. Народный түсетін болса тіпті жақсы ғой. Народныйға түсетін болса соның ішінде қазір инвест счетыңызды толтырасыз. 150 мың болса 15 мыңнан бастап салыңыз. Мен сізге айтайын, 80 мың пенсионер кісі, бірінші топтағы пенсионер кісі 80 мың Ғалымжан. Осымен народ, осын именно акцияны үйренем деді ғой. Алды ол кісі. 30 акциясын бірақ алды Народный банктың. 100 алам деген, ағай тұра тұрыңыз. Біріншіліктен алып бастасаңыз деген жоқ, Ғалымжан 30 аламды алып қойды. Айтып жатқан тақырыпты бұза бермейікші ағайын. Акция, облигация сөзін түсінетін шығарсыздар дейді. Айма-ай салу керек па? Дұрыс, дағды айма-ай болу керек сізге. Өзіңізге өзіңіз уәде беруіңіз керек бірінші. Туысқан, өзіңізге өзіңіз уәде беріңіз. Қарындасымсың ба, бауырымсың ба, ағамсың ба, апамсың ба, өзіңізге өзіңіз уәде беріңіз. Мен ай сайын 10%-ін өзімнің болашағыма мен постоянно акция аламын деп ше. Ең оңай, ең жеңіл, консервативный деп отырмын сіздерге. Рискісі өте аз да, мысалы. Сіз депозитке салып қоймайды екенсіз, акцияға салыңыздар. Ассалаумағалейкум, депозитке салу керек па дейді. Мен айтып отырмын как раз. Қарындасыңыз, хорошо қарындасым, бақытты бол қарындасым. Табысты бол. Денің сау болсын, бақытты бол көкем. Ассалаумағалейкум, депозитке салу керек па? Жоқ, депозитке емес, мен депозиттің жауымын дұрысында. Народный банкте 13.4, Каспий банкте 15%. Годовой. Миллион салсаңыз 150 мың теңге лақ етіп береді сізге. Толтырып тұрып кәдімгідей. Кім? Каспий банктен. Депозит 1 жылға тұрады. Және шығарсаңыз міндетті түрде жаңағыдай срочно керек болатын болса, за растажение договору деп сіздің ақшаңызды пайдасымен қосып алып қояды. Рас қой. Кеше ғана отбасы банкте болдым как раз. Қанша жыл жинаған терген ақшамды мен шығарайыншы десем, шығара алмайсыз дейді. 2 күн рассмотрениеде тұрады екен ол. Қалай бұл менің ақшам емес пе? Кездеген уақыт алу керек қой десем, жоқ олай емес. Мына очередьке тұрмай ақ қой мен. Жарайды, басқаша жағдай бар, мен бір қарындасым алдыма шықты. Аға бізде солай дейді. Шарты солай банкта. Болмайды олай жағдай. Онан да өзіңіздің акцияны салыңыз, акцияға салған ақшаңызды любой уақытта шығарасыз да. Міне қазір мысалы, біздің қазақ мысалы үй алады, машина алады. Жақсы ғой, жақсы. Бірақ сізге срочно бір жағдай ақша керек болатын болса, сол үйді сата аласыз ба? Міндетті түрде бағасын арзан қойыңыз, тем более қазір қыстың ол үй олай тез өтпейді. Комнатный бір, однокомнатный бір жақсы ликвидный болса, қаланың центрі, әдемі ремонтымен болса, мүмкін. Ал ескі үй, жер үй болса ше, ақша срочно керек, бағасын түсіресіз, арзандатып бересіз ғой мысалы. Машина да солай. Машина салоннан, новый машина салоннан шықты болды 30%, бірақ кеш жібереді бірден. А бұл акция ондай емес. Әрине бұл нәрсені істемейміз де, сіздерге не предлагаю, ұсынбаймын нәрсені. Акцияны салдыңыз 5-10 жылға кету керек. Ал срочно керек болды, ана акцияны сатып жібересіз де, қайтадан ақшаңызға счетыңызға келіп түсіп тұрады, қайтадан Народный банкіңізге. Проблема жоқ. Единственный бір ликвидный товар да бұл деген. Акция деген тамаша. Акцияға қалай салады дейді. Сіз маған менің WhatsApp тобым бар, қаржылық сауаттылық курсын ашып жатырмыз. Бүгін бірінші күні. Қарындасым ба, інім ба, мысалы. Соған мына телефон жазылды астында как раз 777 474 470 44 88. Менің есімім Ғалымжан. Осыған жазып жіберіңіз, мен сізге как раз топқа жазамын. Болды. Міне как раз телефон ұстап отырмын мен. Бірақ прямой эфирден кейін. Сөйтесіз де, соның ішінде өзім сияқты как раз 16 қазақ отыр. Көп нәрсесін түсінбеген, енді ашылып жатыр. Бәрін білмейді адам бірден. Кейін ақырындап түсінесіз. Бірақ ақырындап алып бастадыңыз ба, дағдыға бір көндіңіз ба, болған сіз үйренесіз. Ол ақшаның көбейіп бастағаны сізді оталдыратын болады ағайындар. Түсінбей жатырмын, депозит болмайды, енді қайда дейді. Енді акция деп отқанымыз. Например, мынадай сума саласыз, мынадай аласыз деп түсіндіріп айта берсең дейді. WhatsApp топқа қосасыз ба дейді. Мен қазір қоса алмаймын көкем сол. Менің жанат өміріме жазып жіберші жақсы болса. Мына кісіге жауап берейінші. Әдемі сұрақ қойды маған ше. Мен телефон нөмірім жазды. Уалейкум ассалам. Не группа чат дейді. Қайта басынан бастау керек. Хорошо. Менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан Қызылорда облысының тумасымын. Бұл жерде Қазақстан бойынша Қазақстан қор биржасындағы акцияларды алып жатырмыз. Дұрысында қаржылық тегін сауаттылық курсын өткізіп жатырмыз ағайындар. Түсінікті ғой да? Сұрақ жоқ қой. Сол курс біздің WhatsApp клубымызда қазірдің өзінде 16 қазағымыз кешеден бері жиналды. Сабақ тегін. Кірген кезде ең бірінші 1000 теңгеңізді, уже 5000 айтпаймын уже, 1000 теңгеңізді өзіңіздің Народный банктегі карточкаңызға саласыз.
жазып тұрса тегін уже айтып жете алмаймын осыларға тегін. Одан кейін сол 1000 теңге ғана саласыз өзіңізге, маған емес, 1000 теңге саласыз өзіңіздің карточкаңызға, сөйтесіз инвестшот толтырасыз. Оның барлық видеосы бар ішінде. Қалай алып жатырмыз, ішінде ала алмай жатқан кісілер бар, енді алып жатқан бар, ала алмай жатқан запросқа кетіп покупка жасап әлі болмай жатқан жағдай бар, запросқа кері қайтады, ақшаңыз қайтадан счетыңызға қайтып келеді. Сондай жағдайлар болып жатыр ағайындар. Ничего страшного, бәрі бір күнде біліп қойған жоқ, атидо. Ол жаңағы 100 акция, 40 акция, 50 акция қоя тұрыңыздар ағайындар. Бір акция алайықшы ертең жұма, бәріміз бірдей. Народный банктың жылына 30%-ға дейін табыс беретін Народный банктың акциясын алайықшы. Сөйтіп, жаңағы кісіге жауап беріп жатырмын мен. Жылына 30%-ға дейін табыс беретін Народный банк. Бұл Народный банк тек басы ағайындар. Оның ішінде Каспий банк кіреді, одан кейін Центркредит. Күнде бір акциядан алып отырамыз біз. Күнде бір акциядан. Одан кейін, сосын деген сұраққа мен жауап беріп жатырмын как раз. Одан кейін бұл акция мысалы Народный банк жылына 1 рет дивиденд береді. Каспий банк жылына 4 рет дивиденд береді. Разница байқап тұрсыз ғой да? Центркредит жылына 1 рет береді. Одан кейінгі акциялардың бәрі жылына 1 рет береді. Бізге сіздің портфеліңізді, инвест портфеліңізді көбейту керек та. Жаңа айтып отқан 250 мың жалақыңыз, әйтпесе 150 мың жаңа қарындасым айтты, мысалы 150 мың жалақыңыз болса, сол 15 мыңгесіне алғашқы акцияларыңызды алып қойыңызшы. Ақыр аяғында жамалады бұл ақша. Сол акцияны қандай ақша аламын дейтін ой болмасын сізде. Сіздің ең бірінші сіздің әрекетіңіз керек. Қай банкті тиімді дейді, оның барлық сол қаржылық курсында айтып жатырмын ағайындар. Күндегісін күнде айтып жатырмын. Қазір келеміз оған, қайтадан тағы да айтамын осыны. Сөзімді ұмытып қалатын болдым менше. Сонымен күнделікті сіздің жасайтын, мысалы өзіңіздің ай сайын жасайтын салымыңыз, инвестицияңыз, ол сізді бірінші тоқ қылады. Сіз қайда қаржы емес, мысалы кредитте беріп жатсыз, ипотека төлеп жатсыз, рассрочка деп бар, алып тастағаныңызда бәрін түгел. Оның бәрін төлеу керек, құтылу керек, ол қарыздың бәрінен. Бірақ тағы да айтамын, ең үлкен жұмыстар, ең үлкен істер именно қиын уақытта басталады. Великие дела совершаются в самые сложные времена дейді орысша айтқанда. Түсіндірдім ғой, сондықтан біріншісін өзіңіздің Народный банктың ертең 1000 теңгесін саласыз, соған 180, 190 теңге болды, 190 теңгесінде бір банктың қана акциясын аласыз, қалған ақшаңыз тұрсыншы. Мен осыны айтамын уже менше. Бірінші алып көріңіз сіз. Өйткені бізде алып көріп, ана жаққа жібереді, жаңағы 4 цифр келеді, сол 4 цифрмен подтверждение келеді, өзіңіздің нөмірі, телефоныңызға SMS. Соны келген кезде ар жағында жібердіңіз, ол жақтан сатпайды ешкім. Бізде ондай акциялар бар, біздің Қазақстан қор биржасында сондай акциялар бар. Сатпайды. Именно сол уақытта сол кісіге келмей қалды. Народный банк жақсысыз ба? Жан-жақтан барлығы бірдей алып жатқан кезде сізге именно бағасы келмейді. Сатушы мен сатушының, сатып алушы мен сатушы келмейді. Сөйтіп сіздің ақшаңыз кері қарай өзіңіздің шотыңызға қайтады. Бұл жерде уже ақша жоғалып кететін жағдай жоқ ағайындар. Народный банктың ішінде жүрсіз бәрінде. Народный банктың ішінде ғана. Проблема жоқ оны. Сатып алмадым, менде де болды ондай. Бір акцияларды аламын мысалы, сатып алдым, все, закуп кетті. Ол акциялардың 15 акция барады. Процессе дейді, именно активный тұрады ол. Активный сделки деген. Соны кері қарай шыққан кезде не болады? Алынбаса қайтадан кері келеді, шотыңыз қайтып келеді. Ғалымжан ағай, бүгінгі тақырыпты айта беріңізші. Қалғандар чатқа қосылып білмейтін сұрасын өтініш дейді. Енді қайтейін, бұл да қазақ қой өзің сияқты. Ол да ішіне білгісі келіп жатыр. Жаңа көріп жатқан кісі, мысалы, мен әлі 2 тақырыбым бар, мен әлі өткен жоқпыз. Сағат уже мен қарасам 20, 52 уақыт өтіп қалыпты ғой. Сонымен қысқасы ағайындар, түсінген адам, түсінбеген адам спокойно біздің өзіміздің чатқа қосылыңыздар. Чатқа қалай қосамыз дейді. 877-222-0498. Менің видеом бар. Сол видеодан көресіздер. Ар жағында өзіміздің қазақтар біріне бір көмектесіп жатыр бұл жерде. Бәрібір біріккен, ауыз біріккен бір кілең қазақтар бөтен емес. Мысалы бүгін кірдік дейді. Міне адам бар ғой ішінде мысалы. Бүгін кіріп жатыр. Сол бүгін кірген кісі маған бүгін WhatsApp группаға кіріңіз. Міне астында нөмірі жазылды, Гаухархан рахмет. 77-222-0498 менің нөмірім. Осы телефонда тұр, TikTok шығып тұрған. И ол жерде мен тағы да айтып кетейін, мен қазір жаңадан көріп жатқан кісілер бар ғой мысалы. Бүгін сабақ орындады. Біздің ішімізде сабақ береміз. Қазір қосылдық дейді. Тамаша. Енді соны айтып жатырмын ғой сізге. Ол жерде біздің банктың акциясын алмастан бұрын біз міндетті түрде бюджетирование, кіріс шығысыңызды есептейсіз өзіңіздің. Бір, одан кейін міндетті түрде қаржылық мақсат қоясыз. Одан кейін барып біздің акцияларды алып бастаймыз. Трейдинг оқытама, сауда жасау, Форекс, Binance. Көкем сол сізге жете алмай жатырмын, сәке, сізге жете алмай жатырмын. Бүгін болса келмейді сияқты бүгін. Бүгін қаржылық курсын бастап едік, именно өзіміздің ағайындар. Ол тема бізде ертеңге Құдай қаласа қояйық. Или басқа телде қоямыз ба? Ренжімеңіз сәке. Так, бүгін бізде Доман деген бауырымыз Атыраудан жоспар жасады. Плюс қойды, тамаша. Өстіп күндегісін күнде жасаймыз мысалы.
курс платный ма, курс бесплатный. Так, ар жағында одан кейін кеттік. Міне Ерлан бауырым бар менің жаппас. Қараша, жоспарым плюс болды, акция плюс болды. Екеуін де жазады. Тегін бесплатный. Мен депозитпен жүрмін дейді. Депозиттен шығару керек ақшаны. Так, Гүлмира ханым мысалы Шымкенттен плюс қойды. Акциясын алды деп ойлаймын. Әлде жоспар жазыңыз ба? Даже жазу керек, жоспар плюс или акция плюс деп. Бақытжан бауырым Шымкенттен акция плюс деп отыр, акциясын алған. Гаухар ханым жоспар жасаған, акцияда плюс. Жарайсыз Гаухар ханым. Так, одан кейін Қуаныш деген бауырымыз Оралдан акция плюс деп тұр. Тамаша. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум деп тұр маған. Ассалаумалейкум деп. Одан кейін Хипатша ханым Қазалдан мен жерлесім жоспар плюс деп тұр. Тамаша. Қуаныш бауырым жасалды деп тұр. Хорошо. Так. Басқа ешкімді көрмей тұрмын мен. Сондықтан бүгін отырып қазір дайындайсыздар тікелей эфирден кейін. Нөмір чаттың дейді, телефон жазып жіберіңіз дейді. 8777 470 44 88. Ауыл қайдан, қай елсің дейді. Елім Қызылорда, туған жерім. Елім кіші жүзде Байұлы, Жаппаспын, Жаппастың ішінде Қарашасымын мен. Мына сұраққа жауап беремін. Енді тұра тұрыңыздар. Маған жақсы бағана басында қойды. Статистика за месяц, за год түсіндіріп жібересіз бе дейді. Керемет. Мен қазір оны ашайын бірінші оны. Ашып қоймасын. Қай банкке керек? Сіз есіңіз Қуаныш па? Қуаныш, маған жекемен жазып жіберші, пожалуйста. Народный банктікі жылдығы 30%-ға дейін 23 жыл бітірді. Жылына бір рет дивиденд береді. Центр кредит 47% годовой берді. Ол ар жағында жылына бір рет дивиденд береді. Одан кейін үшінші Каспий банк жылына 23 жылы 52% табыс берді. Годовой бұның барлығы ағайындар жылына 4 рет дивиденд береді. Мен енді қосылдым дейді. Алла разы болсын сіздерге. Қош келдіңіз туысқан. Біз бітіріп жатырмыз. Бұл жерде жалпы қаржылық сауаттылық курсы тегін курс болып жатыр. Оның ішінде біз өзіміздің қаржылық мақсатты, одан кейін өзіміздің кіріс шығысымызды, дивидендімізді соны санап жатырмыз. Кіріс шығысымызды, бюджетімізді. Мен нөмірім жазды соған тегін қосылып жатсаңыз, бүгіннің өзінде 4 адам қосылды мысалы. Сол қосылып жатсаңыз, ар жағында сізге осы ағайындар жазып жатқан кісілер көмектеседі сізге. Рас қой ағайындар. Менің шәкірттерім олар. Жасы үлкені бар, кішісі бар, еркегі бар, әйелі бар. Барлығы бірдей өзіміздің қазақтар, бөтен емес. Сол акцияны алып бастайтын болсақ, ол акция ақырындап өседі. Төменде кетуі де мүмкін. Бірақ ақырындап та көтеріледі. 98 ба 88 ба дейді. 44-88. Мынау алдындағы мен Теле2 707-222-98 менің Теле2 нөмірім. Біз екі нөмірді жүргізіп жатырмыз. WhatsApp-тан көрсеткенге оқығанға жақсы да менде. Билайнның сол WhatsApp-та отырмын. Ол да бизнес. Мына жерде екінші жағы 498 менде сіздермен TikTok-та отырмын. Сіз пайдасын көрдіңіз ба дейді. Мен көріп жатырмын. Мен мына жерде аша алмаймын. Мынандай деп отыр. Бүйтіп ашып көрсетемін мынау деп. Оның барлығы менде видеосы бар ағайындар. Оны жасыратын ештеңе емес. Народный банк бәрінде тұр мысалы. Жаңағы Жусан банктікі оныкі тұр, Фридом оныкі тұр мысалы. Биткоин ба не ол? Тосқан Бекболат деген тосқаным. Биткоиннің бүгін темасы емес, бұл тема бүгін кірмеді бізге. Сондықтан ренжімейсіздер ағайындар. Бүгін биткоин, форекс, криптовалюта айтылған жоқ. Дұрысында бүгін барлығы бірдей бүгін бізде сол сабақтар айтылатын тұғын бірге. Бүгін біздің қаржылық сауаттылық курсынан асып кете алмадық. Бұл енді бір апта болады бізде. Күндегісін күнде осылай көріп отырамыз. Күндегісін күнде осылай айтып отыратын боламыз. Бір жеті осылай көретін боламыз. Ар жағында Құдай қаласа, форекс қашан дейді. Форекс па? Мен қысқаша айтып кетейін, сен отырған уақытың бар ғой. Айына 10-15% табыс береді. 17 жылдан осы уақытқа дейін жұмыс жасап тұрған. Бұл 2017 жылдан осы уақытқа дейін жұмыс жасап тұрған орыстар, именно Ресейден Москвадағы трейдерлер ондаған жылдай бой өзінің стратегиясын қойған. Робот бар, робот қойып қойдың, жасады, интеллект жасаған. Сол күнделікті табысын беріп тұр. Өзіміздің қазақтар көбейтіп жатыр как раз соны. Қазақстанның барлық бұрышында, барлық қаласында жұмыс жасап жатыр біздің партнерлар. Қысқаша осы. Эйр Астана акциясы айтасыз ба дейді. Эйр Астананың акциясын 15-не кеше IPO-сы болды, өте жақсы стартап өте керемет, молодец. Кешегі бағасы 1111 теңге. 4-1, өте тамаша. Форекс деген не дейді? Форекс деген әлемдік валюта нарығы. Онда кәдімгі ақша базары. Өзіңіз мысалы неде жүрсіз ба? Бітіп жатыр ағайын, бітіп жатыр. Өткен уақыт болды, бір сағат болды отырғанымызға. Міне неден кәдімгі обменникті білесіз ба? Сол обменниктің әлемдік түрі ғой. Күндік обороты $7 триллион, $10 триллион дейін. Кеше 1111 еді Эйр Астана, бүгін 1229 теңге болды.
рахмет. Міне сұрақтарыңызға жауап беріп жатыр. Мысалы бұл әлі өседі, өсіп барғанда 2,5-3 айдан кейін барып сосын жаңағыдай коррекция болады. Өйткені сол уақыты бар, оның лимиті, сатпайды ешкім, соның бағасы тек көтеріліп жатыр. Содан кейін ақырындап сол түседі да, сол кезде алсаңыз да үлгересіз. Сол кезде өзінің нағыз бағасы шығады да. Кім үлгермей қалды деп жатқан жағдаймен. Әйтпесе Эйр Астананың сізге IPO-сын айттым осы жерде. Бір емес бірнеше рет айттым. Міне Эйр Астана сатылып жатыр, алыңдар ағайындар. Міне беріп жатыр. Народный банктен төгіп көрсетіп бердім, видеосын көрсеттім. Барлығы мен жақтан қалып жатқан жоқ ағайындар. Просто қарау керек оның бәрін. Мына полезный информация. Дұрыс па? Сол сіз мысалы қазір TikTok'та парақтап келіп тоқтадыңыз ғой маған. Мен сіздерге сіздің ақшаңыздың көбейтетін жолын айтып отырмын қазір. Дәулетті болу үшін. Менің ханымыз ғой, қазақсыз ғой. Сіздің дәулетті болу үшін жасап жатырмын мысалы. Тоқтаңызшы. Сөйтіңіз де күндегісі күнде русский тетрадты алыңыз. Кітап оқыңыз. Сөйтіп, именно финанс туралы сіз ар жақта мұғалімсіз ба, медиксіз ба, разницасы жоқ. Осы нәрсені кішкентай 10 минут, 15 минут қарасаңыз болды. Қалған нәрсе біз көрсетіп беріп отырмыз. Аржан санау жазылған нәрселерге мен жауап бере алмай жатырмын. Мемлекеттік қызметкер қалай айналысса дұрыс, заңды түрде біреуге тапсыру керек па дейді. Жоқ, қажет жоқ. Көкем сол. Түгі де жоқ. Мемлекеттік қызметкер акция ала алады. Просто бар болған не істейсіз? Жаңағы өзіңіздің декларацияңызды көрсетесіз, ол 5 болатыны тегін. Айтайын сізге, осындай акция алуға рұқсат қой ол мемлекеттік қызметкерге. Рұқсат оған. Бір екінші салық 2066 жылға дейін Қазақстан азаматы қор биржасында инвестиция жасаған үшін оның барлығы бірдей салықтан босатылады. Салық төлемейсіздер 2066-ға дейін. Қысқасы ай сайын 10% немесе одан да көбірек өзіңе болашағы акция алып дағдыланып отыру керек. Тамаша, Алла разы болсын, Асан мырза, керемет, өте жақсы айттыңыз. Сондықтан не дейді? Скрыто для безопасности общества дейді. Жақсы. Маған ары қарай сұрақ қоймаса ағайындар, рұқсат болса, 38 адам отыр екен, өте жақсы. Маған WhatsApp нөмірге жазып жібересіздер мені. Нөмірім тағы да жазды. 470-44-88. Мен нөмірім жазып отырмын. Ерлан бауырым, рахмет саған. Алла разы болсын. Бала-шаға рахатын көр. Акцияның құны көтерілсе, дивидендтің көтерілуіне тура профессионалды ма дейді. Бір кезде бірдей емес. Акцияның құны көтеріліп жатуы мүмкін, бірақ дивидендті компания өзі шешеді. WhatsApp қайсысында? Екеуінде де тұр. Мына нөмірде де, ана нөмірде де. Так что ағайындар, айбетпейсіздер, ортасында мұрында тартып суда ішіп жатырмын, басқа жағдай жоқ. Тезірек жазылып кетіңіз, Ғалымжан мырза дейді. Алла разы болсын, көкем сол. Рахмет. Асан мырза ғой, рахмет. Так, сұрақ болмаса болды. Ертең осы уақытта сағат 9-да осы именно бүгінгі шәкірттермен қайтадан жолығамыз. Болмаған шәкірт болмаған кісілер мына телефон нөмірі астында жазылып тұр. Қоғам рахмет сізге. 77-222-04-98 менің нөмірім. Ар жағында күнделікті күнде бір аптада ілесіп кіріға түсіп кетсеңіз болды. Менің мақсатым сол. Міндетті түрде іліп кетсеңіз болды. Ар жағында акциясы бар ғой, ол күндегісі күнде мен сіздерге айтып отырмын. Ешкім ақша төлеп керек жоқ. Жарай ма? Сондықтан рахмет ағайындар, Алла разы болсын. Маған бөлген уақыттарыңыз үшін рахмет, жазған комментарийлеріңіз үшін рахмет, қойған сұрақтарыңыз үшін рахмет, қойған лайктарыңыз үшін рахмет, бөлген уақыттарыңыз үшін рахмет. Бақытты болыңыздар. Бәріңіз бірдей табысты болыңыздар. Қазағым аман болсын, бақытты болсын, табысты болыңыздар ағайындар. Қайырлы кеш. Сау саламатта болыңыздар.